Саламатсыздар ма? Кішкентай кездеріңізде ақ сақалды, аққа оранған қарт кісі наурызда немесе қадір түні үйге келіп, астан алып, бата берсе, одан кейін отбасына құт береке дариды деген әңгімелерді естіген боларсыздар. Осы қарт кісіні халық Қыдыр немесе Қызыр ата дейді екен. Сол Қыдыр деген кім? Оның атын неге біресе Қыдыр, біресе Қызыр деп әртүрлі айтып жатады? Оның қадір түніне не қатысы бар және ол арасында да құт береке дарытады ма? Осы видеомда бұл сұрақтарға жауап іздеп көремін. Мен Қыдыр деген исламдағы бір әулие немесе пайғамбар адам екен деген ұйғарымға келдім. Қыдыр туралы Құранның 18-ші Кахф, яғни үңгір атты сүресінде айтылады. Бірақ ол жерде бұл адамның аты айтылмайды. Ол жай ғана Алланың құлдарының бірі деп атала салады. Осы Құранда Мұса пайғамбар мен Қыдыр арасында болған оқиға ары қарай Мұхаммед пайғамбардың хадисінде баяндалады. Ол оқиғаны қысқаша баяндап кетсек. Мұса пайғамбардан халқы дінде білімі Мұсадан да жоғары болған адамды біледі ма деп сұрайды. Сонда Мұса жоқ деп жауап береді екен. Бұған Аллах тағала Мұсаға одан да білімді болған адамның бар екені туралы аян беріп, оған баратын жолды нұсқайды. Мұса бұл кісіге көмекшісін ертіп аттанады. Мұса Қыдырды жолықтырғаннан кейін оған шәкірт болып қасында еріп жүруге рұқсат сұрайды. Алайда Қыдыр Мұсаның бұл ойын құптамайды. Мұсаға онымен бірге еріп жүрсе, шыдамы жетпейтінін айтады. Бірақ Мұса сонда да болмай өз дегенінен қайтпаған соң, Қыдыр одан өзі айтпайынша еш нәрсе сұрамау керек деген шарт қойып, ақырында келіседі. Мұса мен Қыдыр жол жүріп теңізге келеді. Осы теңізден өтпекші болып, бір қайыққа мінген соң, Қыдыр оны қашаумен тесіп тастайды. Бұған Мұса пайғамбар шыдамай, наразы болып, неге бұлай қылғанын сұрайды. Қыдыр оған уәдесін бірінші рет бұзғанын ескертеді. Бұдан соң бірде Қыдыр бір жас баланың басын жұлып өлтіріп тастайды екен. Бұған шыдамаған Мұса тағы да Қыдырдың қылығына наразы болады. Қыдыр болса оған уәдесін екінші рет есіне түсіреді. Мұса оған тағы да бір мүмкіндік сұрап, Қыдырды ертіп жүруін жалғастырады. Үшінші рет Қыдыр мен Мұса бір елді мекенге жолыққанда, ол жердегі халық бұл екеуіне қонақжайлық танытпай қояды. Бірақ соған қарамастан Қыдыр сол жерде қирайын деп тұрған бір қабырғаны жөндеп қояды екен. Бұл әрекетін түсінбеген Мұса тағы да Қыдырдан қылығының мәнісін сұрайды. Қыдыр Мұсаның осымен уәдесін үшінші рет әрі ақырғы рет бұзғанын, әрі бұдан бұлай екеуінің серіктестігінің аяқталғанын хабарлайды. Бірақ қоштасар алдында өзінің әрекеттерінің себебін түсіндіріп кетеді. Кемені бұзғаны сол өңірде зұлым бір патша адамдардың кемелерін тартып алатын көрінеді. Қыдырдың сол кемені тескенінен әлгі патша оның сынық болғанынан тартып алмайтын еді. Баланы өлтірген себебі ол бала өскенде жаман адам болып, қылмыстарынан ата-анасы көп қайғы қасірет көреді екен. Ал қабырға болса, сол қалада екі жетім баланың әкесі сол дуалдың астында қазына тығып қойған екен. Өскенде әлгі балалар сол жерге барып, осы қазынаны қазып алар еді. Қыдыр бұның барлығын Алланың бұйрығымен және аян етуімен орындағанын баяндайды. Енді бұл жерде бір сұрақ туындайды. Егер Қыдыр Мұса пайғамбар кезінде өмір сүрсе, ол қалайша біздің заманымызға дейін өмір сүріп келе жатыр? Себебі Мұса пайғамбар Мұхаммед және Иса пайғамбарлардан әлдеқайда ерте өмір сүрген. Бұл сұраққа мен алда жауап беремін. Әзірше басқа бір-екі сұрақтың жауабын тауып көрейік. Неге Қыдыр, неге Қызыр? Қыдыр араб тілінде үш әріптен тұрады, яғни хо, дот, ро. Біздіңше х, д, р. Араб тілінде дауысты әріптер жоқ екен. Осы ортасындағы д, яғни дот әрібі араб тілінде біресе д секілді, енді бірде з дыбысы секілді оқылады. Сондықтан Қыдыр және Қызыр деп әртүрлі аталады екен. Қыдыр мен Қадір түні байланысты ма? Құрандағы Қадір сүресін ашып қарасақ, Қадір түні деген оразаның соңындағы бір түн екен. Ол кезде қылынған құлшылық сауабы 1000 еселенеді. Сондықтан Қадір араб сөзі өлшем, мөлшер, тағдыр, жазмыш деген мағыналарды білдіреді. Ал Қыдыр ата есімі жаралған Хидр сөзі оған ұқсас болғанымен басқа әріптерден құралған. Сондықтан Қадір мен Хидр немесе Хизр сөздері ұқсас болғанымен бір-біріне еш қатысы жоқ. Бірақ баяғыда халықтың діннен хабары жоғары болмағандығынан немесе сөздердің ұқсастығынан болар. Қадір түні Қыдыр ата келеді және де оны дастархан жайып қарсы алу керек деген түсінік қалыптасқан. Құран мен хадистен бұл туралы бірде-бір сөз таппаймыз. Қадір түнінде жасалған құлшылықтардың сауабы 1000 айда жасалған құлшылықтардай болғандығынан дінде осы түнді мінәжат етумен өткізу керек екендігі насихатталады.
Қыдырдың әлі де өмір сүріп біздің арамызда жүргендігі туралы көзқарас ислам ағымдарының сопылық бағытына тиесілі. Сопылардың арасында Қыдырды көріп, онымен жүздесіп, онымен сұхбаттасқандығы туралы әңгімелер өте кең таралған. Бұнымен қоса атақты шафиғи ғалымы Яхия ибн Шараф ан-Науави өзінің Муслимнің сахих жинағына жасаған түсіндірмесінде Қыдырдың тірі әрі біздің арамызда жүргендігінде ғалымдар бір ауыздан келіскендігін хабарлайды. Сопылардың көзқарасы бойынша Қыдыр адамдардың тасада болып, ақыр заман жақындағанда ғана қайтыс болады. Ары қарай Қыдыр туралы исламнан қазаққа енген түсініктерді көрсететін бір-екі хадисті келтіремін. Хадистердің сенімділік дәрежесі бұл жерде маңызды болған жоқ. Бастысы исламдағы көзқарастарды айқындау болды. Бірінші, екінші, үшінші және алтыншы хадистер Қыдырдың сахабалар арасында болғандығын хабарлайды. Төртінші мен бесінші хадистер Әзіреті Қыдыр мен Ілияс пайғамбар қажылық кезінде Меккеде кездескендігі туралы айтылады. Жалпы Қызыр мен Ілияс исламда да, қазақта да бірге жүреді. Жетінші хадистен қазақтағы Қыдыр бейнесінің исламдағы Қыдыр бейнесімен және жалпы әулие кісілердің түр сипаттамасымен ұштасуын байқауға болады. Қазақ аңыздарында Қыдыр адамдарға бата беріп жүреді, әрі бұл батасын жұрт өзі дәм етіп алғысы келіп тұратындай. Қыдырдың бұл сипаттамасында аталмыш сопылық ағымнан байқауға болады. Қазақстан жерінде сопылықтың ықпалы өте ерте кезден бері басталған. Көптеген діни жоралғыларда сопылық ғұрыптарын байқай аламыз. Атақты Қыпшақ аңызы Көроғлыда Қыдыр өзімен бірге 40 дәруіш пен 12 имамды ертіп, Көроғлы атты кісіге келіп, одан қалағаны сұрауын өтінеді. Көріп тұрғанымыздай бұл жақта оның сопылыққа қатыстығы дәруіштермен көрсетілген. Сондай-ақ Қыдыр өзі келіп бата беруге құлшынады. Халық санасында Қыдыр Наурыз, яғни көктемнің орнауы, табиғаттың жаңаруы мейрамымен терең ұштасып кеткен. Бұның да менің ойымша түсіндірмесі бар. Жалпы исламда Қыдыр көктеммен немесе Наурызбен ешқандай байланысы жоқ. Алайда атап кеткендей, Хидр сөзі тұратын ХДР әріптерінен құралған көптеген сөздер жасыл түс, жасыл түсті болу, көгеру мағыналарын білдіреді. Енді осы жасыл, яғни Хидр деген сөзге әл белгілі қылу артиклін жалғасақ, кез келген жасыл нәрсе емес, белгілі бір жасыл адам дегендей мағына шығады. Халықта Қыдырдың жасыл түске қатысты болуы, оны көктем, яғни барлық жасылдың гүлдеу, бүршік ату кезімен байланысы туралы көзқарас қалыптастырған сияқты. Сопылардың аңыздарында Қыдыр атақты ғалымдарға немесе есті адамдарға қалаған кезінде жолықса, қазақтың Қыдыры тек Наурыз күні ел аралайды. Жалпы қазақта әр нәрсенің өзінің бір киесі бар деген түсінік бар. Бәріміз білетін қой атасы Шопан ата, жылқы атасы Қамбар ата, тағысын тағы. Осы сияқты Қыдыр да бір киеге айналған сияқты. Құт береке, дәулет, ырыстың киесі деп халық осы Қыдырды тағайындаған-ау деймін. Қазақта ел-желден ата-баба әруағы желеп-жебеп жүреді деген де сенім бар. Оған дәлел батырларымыз жауға шапқанда аталарының аттарын атап ұран етуі. Осы бір көзқарас Қыдырға да өткен секілді. Атақты сөзде жорытқанда жолың болсын, Қыдыр жолдасың болсын демекші, халық Қыдырды бір қамқоршы, қорғаушы санаған секілді. Ал осымен бейнем тәмам. Егер сіздерге ұнаса, ұнату белгісін басып арнама жазылып қойыңыздар. Қош, аман, сау.